Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, мен Шалапова Марал, анатомия, физиология және патология пәнінің оқытушысы боламын. Бүгінгі анатомия пәнінен өтетін тақырыбымыз бұлшықеттер жүйесі. Бұлшықеттер жүйесін біз зерттейтін ғылымды миология деп атаймыз. Бірінші біздің өтетін бұлшықеттеріміз ол бас бұлшықеттер. Бас бұлшықеттеріне келетін болсақ, олар бізде ымдау және шайнау бұлшықеттері болып бөлінеді. Ымдау бұлшықеттері бізде бетте қандай да бір эмоция пайда болған кезде, ашуланған кезде, күлген кезде қызмет атқарады, ал шайнау бұлшықеттері ас қорыту жүйесінде және біздің сөйлеген кезімізде қатысады. Ымдау бұлшықеттері бірінші бас сүйектің күмбез бұлшықеті мускулус эпикраниус деп атаймыз. Көздің дөңгелек бұлшықеті мускулус орбикулярис окули, мұрын бұлшықеті мускулус назалис, бет сүйегінің үлкен және кіші бұлшықеті мускулус зигоматикус майор, мускулус зигоматикус минор деп атаймыз. Езуді көтеретін бұлшықет мускулус леватор ангули орис, езуді түсіретін бұлшықет мускулус депрессор ангули орис. Ауыздың дөңгелек бұлшықеті мускулус орбикулярис орис, және де күлкі бұлшықеті мускулус визориус. Және де бізде иек бұлшықеті мускулус менталис, орт бұлшықеті мускулус букцинатор. Жоғарғы ерінді көтеретін бұлшықет мускулус леватор лабис супериорс, төменгі ерінді түсіретін бұлшықет мускулус депрессор лаби инфериорс. Ымдау бұлшықеттері біттік. Келесі бізде шайнау бұлшықеттері. Шайнау бұлшықеттері бізде самай бұлшықеті мускулус темпоралис, шайнау бұлшықеті мускулус массетер, және де латералды қанат тәрізді бұлшықеттер және медиалды қанат тәрізді бұлшықеттер. Латералды қанат тәрізді бұлшықеттер бізде мускулус птерогоидеус латералис және де медиалды қанат тәрізді бұлшықет мускулус птерогоидеус медиалис. Келесі өтетініміз мойын бұлшықеттері. Мойын бұлшықеттерін біз үш топқа бөлеміз. Олар бізде беткей, терең және де ортаңғы болып бөлінеді. Бірінші беткейді көрсетейін. Беткей бұлшықеттері бізде мойынның терасты бұлшықеті мускулус платизма, және де төс бұғана еміздік бұлшықеті мускулус стерноклейдомастоидеус деп атаймыз. Келесі ортаңғы топ. Ортаңғы топта бізде ажыратамыз тілясты сүйегінен жоғары орналасқан бұлшықеттер және де тілясты сүйегінен төмен орналасқан бұлшықеттер. Яғни тілясты сүйегінен жоғары орналасқандар олар бізде қос қарыншалы бұлшықет, ол бізде мускулус дигастрикус деп атаймыз. Біз тілясты бұлшықеті мускулус стилохиоидеус дейміз. Жақ тілясты бұлшықеті мускулус милохиоидеус, иек тілясты бұлшықеті мускулус генихиоидеус. Келесі тілясты сүйегінен төмен орналасқан бұлшықеттер. Олар бізде төс тілясты бұлшықеті мускулус стенохиоидеус, қалқанша тілясты бұлшықеті мускулус тирохиоидеус, және де жауырын тілясты бұлшықеті мускулус омохиоидеус деп атаймыз. Келесі мойынның терең топтағы бұлшықеттері. Ажыратамыз. Бастың ұзын бұлшықеті латынша оны атаймыз мускулус лонгус капитис. Ал мойынның ұзын бұлшықеті мускулус лонгус коли деп атаймыз. Және де сатылы бұлшықеттерді ажыратамыз. Алдыңғы сатылы, ортаңғы сатылы және де артқы сатылы бұлшықеттер. Алдыңғы сатылы бұлшықет бізде мускулус скалени антериор, ортаңғы сатылы бұлшықет мускулус скалени медиус, және де артқы сатылы бұлшықет мускулус скалени постериор деп атаймыз. Бас және мойын бұлшықеттерін біттік. Келесі бізде кеуде бұлшықеттері. Кеуде бұлшықеттерін біз кеуде, іш, арқа деп бөлеміз. Кеуде бұлшықеттеріне келетін болсақ, кеуде бұлшықеттері бізде терең және беткей орналасқан болып келеді. Беткей орналасқан бұлшықеттер кеуденің үлкен бұлшықеті, ол бізде мускулус пекторалис майор деп атаймыз. Кеуденің кіші бұлшықетін мускулус пекторалис минор деп атаймыз. Және де бұғана асты бұлшықеті
бұған асты бұлшетін біз мускулус субклавиа деп атаймыз. Алдыңғы тісті бұлшеттер мускулус serratus anteriors. Терең бұлшеттерге келетін болсақ, терең бұлшеттері ішкі қабырғалық және де сыртқы қабырғалық бұлшеттер болып бөлінеді. Сыртқы қабырғалық бұлшеттер бізде musculus intercostalis externus және де ішкі қабырғалық бұлшеттер musculus intercostalis internus деп атаймыз. Келесі іш бұлшеттері. Іш бұлшеттер бізде үш топқа бөлінеді. Алдыңғы топ, бүйір топ және де артқы топ. Алдыңғы топта бізде іштің тік бұлшеті. Яғни оны musculus rectus abdominis деп атаймыз. Пирамида тәрізді бұлшет, musculus pyramidalis. Бүйір топқа жататын бұлшеттер. Олар бізде іштің сыртқы қиғаш бұлшеті, musculus obliquus externus abdominis деп атаймыз. Және де ішкі қиғаш бұлшеті, musculus internus abdominis деп атаймыз. Көлденең бұлшет, musculus transversus abdominis. Және де артқы топта біздегі ажырататын бұлшетіміз. Белдің шаршы бұлшеті, musculus quadratum lumborum деп атаймыз. Келесі арқа бұлшеттері. Арқа бұлшеттері бізде арқаның аса жалпақ бұлшетін ажыратамыз және де трапеция тәрізді бұлшетті ажыратамыз. Арқаның аса жалпақ бұлшеті musculus latissimus dorsi деп атаймыз. Келесі трапеция тәрізді бұлшет musculus trapezius. Келесі бізде қол бұлшеттері. Қол бұлшеттері бізде төрт топқа бөлінеді. Яғни олар иық белдеу бұлшеттері, иық бұлшеттері және де қол бас білек бұлшеттері және қол басы бұлшеттері бөлінеді. Иық белдеу бұлшеттері бізде алдыңғы топ және артқы топ болып бөлінеді. Алдыңғы топта бізде дельта тәрізді бұлшет musculus deltoideus деп атаймыз. Жауырын асты бұлшет musculus subscapularis және де артқы топта бізде қылқан үсті, қылқан асты бұлшеттер musculus supraspinatus, musculus infraspinatus деп атаймыз. Және де үлкен және кіші дөңгелек бұлшеттер musculus teres major, musculus teres minor деп атаймыз. Келесі иық бұлшеттері. Иық бұлшеттеріне келетін болсақ, оларда бізде алдыңғы топ және артқы топ. Алдыңғы топта бізде иықтың екі басты бұлшеті musculus biceps brachii деп атаймыз. Және де құстұмсық бұлшеті musculus coracobrachialis және де иық бұлшеті musculus brachialis. Артқы топта бізде иықтың үш басты бұлшеті musculus triceps brachii. Білек бұлшеттері. Білек бұлшеттері бізде үш топқа бөлінеді. Алдыңғы топ, артқы топ және де бүйір топ. Алдыңғы топта бізде дөңгелек пронатор бұлшеті musculus pronator teres. Білектің кәрі жіліктік бүккішін ажыратамыз. Білезіктің кәрі жіліктік бүккіші musculus flexor carpi ulnaris. Білектің кәрі жіліктік бүккіші musculus flexor carpi ulnaris және де musculus flexor carpi radialis деп атаймыз. Бүйір тобына жататын бізде иық кәрі жілік бұлшеті musculus brachioradialis деп атаймыз. Артқы топта бізде жазғыштарды ажыратамыз, яғни саусақтардың жазғышын бізде musculus digitorum деп атаймыз. Шынашақ жазғышын musculus digiti minimi және де білезіктің кәрі жіліктік жазғышы musculus extensor carpi ulnaris деп атаймыз. Келесі аяқ бұлшеттері. Аяқ бұлшеттері бізде жамбас белдеу бұлшеттеріне жатамыз. Сан бұлшеттері, сирап бұлшеттері және де аяқ басы бұлшеттері.
Жамбас белдеуге келетін болсақ, бізде үлкен және сыртқы және ішкі топта жатамыз. Сыртқы топқа жататын бізде үлкен бөксе бұлшықеті мускулус глютеус максимуста жатамыз. Оның астында бізде орналасады ортаңғы бөксе бұлшықеті мускулус глютеус медиус. Оның астында кіші бөксе бұлшықеті мускулус глютеус минимус. Ішкі топтағы бұлшықеттер мықын бел бұлшықеті және де кіші бел бұлшықеті. Мықын бел бұлшықеті мускулус илия псаус деп атаймыз, кіші бел бұлшықеті мускулус псаус минор деп атаймыз. Сан бұлшықеттері алдыңғы топ, артқы топ және медиалды топтарды ажыратамыз. Алдыңғы топта бізде санның 4 басты бұлшықеті мускулус квадрицепс феморис ажыратамыз. Санның тік бұлшықеті мускулус ректус феморис. Санның латералды бұлшықеті мускулус вастус латериалис және де санның медиалды жалпақ бұлшықеті мускулус вастус медиалис деп атаймыз. Вастус медиалис және де бір топта бізде жіңішке бұлшықеті мускулус грацилис. Сирақ бұлшықеттеріне келетін болсақ, асықты жіктің алдыңғы бұлшықеті мускулус тибиалис антериор. Артқы топта бізде нағыз балтыр бұлшықеті мускулус салеус және де камбала тәрізді бұлшықет мускулус салеус және де нағыз балтыр бұлшықеті мускулус гастромиемиус деп атаймыз. Қосымша ақпараттарды осы бұлшықеттер бойынша сіздер Рақышевтың адам анатомия кітабынан және де Омаш Қарлығаш авторлы анатомия кітаптарынан оқи аласыздар.